Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде инерция құбылысы, масса және дененің массасын өлшеу деген тақырып. Ең алдымен инерция құбылысына көшпес бұрын мынадай мысал келтірейік. Күнделікті өмірде біз әртүрлі денелердің өздерінің жылдамдығын сақтап қалуын немесе қандай да бір дененің тыныштықта тұрғанын бақылауымызға болады. Оған мысал келтіретін болсам, түзу сызық бойымен үлкен жылдамдықпен қозғалып келе жатқан автокөлік бұрылыста тік өзінің қозғалысын тік бағытта, яғни бастапқыда қалай қозғалып келе жатты, сол бағытта сақтап қалғысы келеді. Сондықтан да оның ішіндегі жолаушылар, мысалы, автомобильдің бағанағы бастапқыдағы тік түзу бойымен қозғалысы бағытында еңкейетін болады. Немесе тыныштық қалпына байланысты, егер үстелдің үстінде жатқан қандай да кішкене шарға сырттан ешқандай әсер етпесе, ол дәл солай өзінің тыныштығын сақтап қала береді. Ендеше, егер денелерге сырттан ешқандай күш әсер етпесе, немесе ол әсер қандай да бір теңгерілген болса, онда ол дене өзінің тыныштығын немесе бағанағы қозғалып келе жатқан жылдамдығын сақтай алады. Міне осы айтылған тұжырымға қатысты тәжірибені Галилей жасаған болады. Ол көлбеу жазықтықтан, яғни осы көлбеу жазықтықтың беті бірінші жағдайда құммен, екінші жағдайда матамен, және үшінші жағдайда мысалы тегіс шыны болсын дейік. Осы көлбеу жазықтық бойымен арбашаны сырғанату барысында олардың осы арбашаның әртүрлі арақашықтыққа жылжығаны, яғни оның жылдамдығы уақыт өте келе бір жағдайда құмның бетімен сырғанағанда тезірек, ал қандай да бір беті, жаңа көлбеу жазықтықтың беті тегіс матамен қапталған кезде жылдамдығын ұзағырақ сақтайтындығын байқаған, және де тегіс шынымен оның жүретін арақашықтығы көбірек болған, яғни жылдамдығын ол ұзағырақ сақтаған бастапқы екеуіне қарағанда. Осыдан барып мынадай сұрақ туады. Яғни бұл жағдайда олардың жылдамдықтарын әрі қарай сақтап қалуына қандай да бір кедергі болды ғой, ол қандай да бір жаңағы арбашаның дөңгелектерімен жаңа беттің арасындағы кедергі. Енді осындай сұрақ қой. Егер осы кедергілерді жойсақ, онда не болар еді? Міне, осы сұраққа бізде Галилей жауап берген болады. Яғни, егер біз қандай да бір тегіс бетпен, идеал деп айтсақ болады, егер денеге әсер етсек, және де сырттан ешқандай күш әсер етпесе, онда дене бастапқыда қандай жылдамдық алады, дәл сол жылдамдығын әрі қарай сақтап қалады. Егер осы құбылысымыз, яғни дененің жылдамдығын немесе тыныштық қалпын сақтап қалу құбылысы, ол инерция деп аталады. Инерция құбылысы деп аталады. Сонымен қатар, инерция құбылысынан бөлек инерттілік деген ұғым енгізіледі. Ол қандай да бір қасиет болып табылады. Қазір оған да тоқталамыз. Енді инерция құбылысына қандай мысал келтіруге болады? Кез келген көліктің ішінде қозғалып келе жатқан жолаушыларды алайық, Егер біздің көлігіміз кілт тоқтаған жағдайда, біз алға қарай еңкейеміз, немесе біздің көлігіміз бірден орнынан жылжыған кезде, оның ішіндегі біз жолаушылар артқа қарай шалқаямыз. Осы мысалдан қандай қорытынды жасауға болады? Бұл мысалдан біз байқайтынымыз, біз өзіміздің бастапқыда қозғалып келе жатқан кездегі түзу қозғалысымызды сақтап қалғымыз келді. Сол себептен біз алға қарай еңкейдік, және де автокөлік орнынан тұрып бірден қозғалған кезде біз тыныштық қалпымызды сақтап қалғымыз келді. Сол себептен біз артқа қарай шалқаямыз. Міне, бұл инерция құбылысына мысал болады. Енді инерттілік дегеніміз қасиет болды. Инерттілік ұғымын түсіндіру үшін бағанағы көлбеу жазықтық бойымен сырғанайтын денелердің арбашаны, мысалы, үш жағдайда өзгертеді массасын. Бірінші жағдайда арбашаны өзін жібереді, екінші жағдайда арбашаның үстіне қандай да бір жүкті қояды, және де сырғанайтын бетін тек қана бір бет, мысалы, шыны бетпен сырғанасын дейік, яғни біздің көлбеу жазықтықтың беті шыны болсын. Бұл жағдайда дененің массасын арттырған сайын
арттырған сайын оның өтетін арақашықтығы да өзгереді. Ендеше дененің осы арақашықтығының өзгеру ол дененің өлшеміне байланысты. Ендеше біз мынадай қорытынды жасай аламыз. Яғни дененің массасын үлкейген сайын оның өтетін жылдамдығы азая береді. Яғни өзінің тыныштық қалпын немесе қозғалысын өзгертуге ықпалы болады. Ендеше инерттілікке мынадай анықтама бере аламыз. Ол қандай да бір өзінің қозғалысын немесе тыныштық қалпын сақтап қалу қасиеті. Және де осы мысалдарын көріп тұрмыз. Бұл жағдайда бізде массасы үлкен дене кіші денеге қарағанда инертті, яғни өзінің тыныштық қалпын сақтап қалуға икемі көбірек. Ендеше инерттіліктің қасиет ол бізде массаға тән. Ендеше масса дейміз, ол инерттілікке бізде масса жазады, инерттілік қасиеті бар. Енді осы массаға байланысты әрі қарай не айта аламыз? Бұл масса бізде физикалық шама, скаляр шама болып табылады. Сіздер білесіздер, біз физикалық шамаларды екі түрге бөліп қарастырған болатынбыз, векторлық және скаляр деп. Скаляр шама, яғни тек қана сандық мәні бар. Белгілену m әрпімен белгіленеді. Масса. Өлшем бірлігі ол бізде халықаралық көліктер жүйесінде келісілген килограмм. Енді әрі қарай осы инерттілікке байланысты тағы да қандай мысал келтіруге болады? Екі қандай да бір арбашаның өзара әсерлесуін қарастырайық. Қандай да бір тегіс бетте орналасқан екі арбашаны алайық. Және оларды бір-бірімен серпе арқылы байланыстырайық. Және де серпе сығылған болады бастапқыда. Енді осы кезде серпені сығып, әрі қарай біздің әсеріміз тоқтататын болсақ, онда осы екі арбаша бірдей деп есептесек, олар екі қарама-қарсы жаққа қозғала бастайды. Соның нәтижесінде біз айта аламыз, яғни олардың өтетін арақашықтығы бірдей болады. Бірдей болады, ендеше олардың жылдамдықтары да бірдей. Енді осы жерде мынадай сұрақ туады, әсерлесу дегеніміз не? Өзара әсерлесу ол бір жақты процесс емес, ол екі жақты процесс болып табылады. Яғни бұл жерде бірінші дене болсын, мынау екінші дене болсын. Бірінші дене екіншіге, дәл солай екінші дене бірінші денеге әсер етеді. Және де олар арбашалар бірдей болғандықтан олардың өтетін арақашықтығы бірдей. Қандай да бір уақыт моментінде өтетін арақашықтықты сипаттайтын шама ол әрине жылдамдық. Ендеше олардың жылдамдықтары да бірдей болады. Енді тәжірибемізді кішкене өзгертейік. Яғни қандай да бір дененің үстіне, арбашаның үстіне қандай да бір массасы бір денені қояйық, жүкті қояйық. Яғни оны кішкене ауырлатайық. Соның нәтижесінде олардың әр арбашаның өтетін арақашықтығы туралы не айтуға болады? Бұл жерде байқайтынбыз, осы тәжірибені жасайтын болсақ, бұл жерде бірінші арбашаның өтетін арақашықтығы аз болады, яғни оның жылдамдығы азаяды. Ендеше осы айтылғандардан мынадай қорытынды жасай аламыз. Яғни осы екі денелердің массаларының қатынасы олардың жылдамдықтарының қатынасына кері пропорционал. Яғни мына жерде 2 бөлінген 1. Міне мына қатынасты жаза аламыз. Яғни осы тәжірибенің негізінде осындай қатынас жаза аламыз. Енді массаның өлшем бірлігі халықаралық бірліктер жүйесінде килограмм деп айттық. Сонымен қатар массаның үлестік және еселік бірліктері де туралы айтып кетуге болады. Мысалы, массаның еселік бірліктеріне бізде центнер, ол 1 центнер 100 килограммға тең. 1 центнер 100 килограмм, немесе біз қандай стандарт түрде жазуды білеміз ғой, ақшанда. Оның 2 дәрежесі килограмм. Немесе тонна деген еселік бірлігі бар. 1 тонна 1000 килограмм, немесе оның 3 дәрежесі килограмм. Бұл бізде массаның еселік бірліктері, ол үлкен жүктердің көбінесе массасы бізде
осы бірліктерде, яғни центнерде немесе тоннада беріледі. Енді массаның еселік бірліктерін, яғни кіші өлшем бірліктеріне келетін болсақ, бізде қандай өлшем бірліктері бар? Ол бізде 1 грамм, және де 1 грамм бізде ол 10-ның минус 3 дәрежесі килограммға тең, яғни 1000-нан 1 бөлік. Және де 1 миллиграмм деген бар. Милли дейміз минус 3 дәрежені білдіреді. Граммда минус 3, ендеше ол халықаралық негізгі бірлік жүйесінде ол минус 6 дәрежесі килограммға тең. Бұл барлығы бізде массаның жоғарыдағы бізде еселік, төменгісі үлестік бірліктер. Бұны есеп шығару барысында қолдануға болады. Енді сабағымыздың тақырыбы масса және массаны өлшеу. Массаны қалай өлшеуге болады? Енді бағанағы тәжірибеден бізде егер мына екі дененің біреуінің массасы белгілі болса, онда екіншінің массасын тауып алуға болады. Ол үшін не істейміз? Олардың осы арбашылардың өтетін ара қашықтықтарын есептеп аламыз қандай да бір уақыт моментінде. Соның нәтижесінде белгісіз мысалы дененің массасын анықтап алуға осы қатынасты қолдануға болады. Яғни массаны өлшеудің бір тәсілі мына қатынасты пайдаланып өлшеуге болады. Сондай-ақ біз білеміз, бұл әрине аналитикалық тәсілге немесе жанама өлшеуге жатады. Сондай-ақ қандай да бір өлшем бірліктерді өлшеудің тікелей тәсілі бар, ол арнайы құралдарды пайдалануы. Массаны өлшейтін арнайы құралдар ол бізде таразы болып табылады. Таразыны пайдалану арқылы дененің массасын өлшеуге болады. Таразылардың түрлеріне келетін болсақ, ол бізде иінді таразы болуы мүмкін, серіппелі таразы болуы мүмкін, және электронды таразы болуы мүмкін. Әрине электрон таразылар ол нақты өлшейді, және де ұмытпаңыздар, бұл жағдайда серіппелі немесе иінді таразыны пайдалану барысында ең алдымен әрқашан біз осы құралдың бөлік құнын анықтап алуымыз қажет. Жалпы бүгінгі сабағымыз осы, яғни бұл сабақтан сіздер нені меңгерулеріңіз керек? Бірінші ол инерция құбылысы дегеніміз не? Және де дененің массасы деген шаманы білу керекпіз. Мына қатынасты есеп шығару барысында пайдалана біліңіздер, және де массаның қандай үлестік және еселік бірліктері бар. Және соңғы айта кететін нәрсе ол массаны қалай өлшеуге болады, қандай тәсілдер бар. Жалпы осы. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.